Қазіргі Қазақстан қоғамы сан алуан әлеуметтік топтардан тұрады. Қоғамның тұрақтылығының кепілі орта тап. Бұл топқа шағын және орта бизнес өкілдері, білікті мамандар мен мемлекеттік қызметкерлер жатады. Бүгінде мемлекет орта таптың үлесін арттыруды басты мақсат етіп отыр. Сонымен қатар, қоғамда халықтың әлеуметтік осал топтарына ерекше көңіл бөлінеді. Олардың қатарына көп балалы отбасылар, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар кіреді. Олар үшін арнайы әлеуметтік бағдарламалар мен жеңілдіктер қарастырылған. Тағы бір маңызды топ белсенді жастар. Олар елдің болашақ зияткерлік капиталы. Қазіргі таңда әлеуметтік топтар арасындағы алшақтықты азайту және барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты.